Өзгеде жаңалықтар, Қарағандыда биыл шілде айында ғана ашылған IDD Corporation зауыты шетел нарығына 5000 тоннадан астам ферросицилий экспорттады. Кәсіпорын индустриялық инновациялық дамыту бағдарламасы бойынша Бәйтерек холдингінің еншілесі Қазақстанның даму банкінің қолдауымен салынған. Зауыттың жұмысымен журналистер пресс-тур барысында танысты. Зауыт қысқа уақытта 1 жыл 11 айда салынған. Құрылыс барысында бүкіл өндіріске әлемнің ең жаңа технологиялары қолданылған. Шикізатты жинау, тасымалдау, дайын өнімді алуға қажетті қоспаларды мөлшерлеу, үгіту процестерінің барлығы арнайы компьютерлік бағдарламалар арқылы жүзеге асады. Бүгінде кәсіпорын жоғарғы көрсеткіштерге жеткен 5000 тоннадан астам ферросилицийді алыс жақын шетелге экспорттады. Вся продукция нашего завода. Барлық өнім 100% экспортталады. Бүгінгі күні біз Ресей мен Еуропа елдеріне өнім жөнелткелі жатырмыз. Жапонияға саттық. Жылына 180 000 тонна ферросилиций шығарамыз. Бұл көлеммен зауыт әлемдік алтылықтың құрамына енеді. Өндірісте отандық өнімнің үлесі 94%-дан асады. Көмір, кварцит, акалин секілді шикізаттар қазақстандық кәсіпорындардан ұзақ мерзімді келісімшарт негізінде алынады. Қазақстанның даму банкі жобаны сараптау кезінде осының барлығын ескерген. Қаржы институты зауыт құрылысына 24 миллиард теңгеден астам несие берген. В Карагандинской области, в Казахстане. Қарағанды облысында Қазақстанда кварцит, доломит, көмір разрездері бар. Бұл жерде шағын және орта бизнесте дамиды. Шикізатты тасымалдайды. Теміржол тармағы да бар. Жұмыскерлерге арнайы киім тігіледі. Бұл өндіріс барлық бағыттағы 50-дей саланы қамтып отыр. Мұнда жас мамандарды үйретіп, оларды дамытуға көңіл бөлінеді. Мәселен, пештерді басқару орталығының жұмысы солардың мойнында. Мы управляем печами. Біз пештерді басқарамыз. Мұнда шикізатты пештерге салу, одан кейін бөшкелерге арту секілді барлық процесті бақылап отырамыз. Зауытта ауаны 99,8%-ға дейін тазартатын газ тазарту жүйесі орнатылған. Ол өндіріс шаңын қалдықтан микрокремнезиумға айналдырады. Бұл қоспа цемент, бетон секілді құрылыс материалдарын жоғарғы сапада шығаруға пайдаланылады. Айжан Қуаш, Жанайдар Рақымжанов, Астана телеарнасы, Қарағандыдан.